Баршаға сәлем. Қалайсыңдар? Мен мына жерде бүгін Нұржанға қонаққа келдім, Гәккуге. Не істейсіз? Қазақтар не істейді? Машина қарап отыр. Өткенде Кореяның видеолары не болды? Оны көрсетуге болады, в принципе. Бірақ қазір экран алдында отырған жүкті әйелдер, әні-міне туам деп отқандар, сосын жыныстық қатынасқа түсейін деп отқан ер азаматтар мен әйелдер, ер азаматтар неше түрлі адам бар. Вот, шығып кетсін. Сосын туалетке барайын деп отқандар шығып кетсін. Не ладно, екі есе барып, екі рет барып та. Шынды ма? Көрейік та? Шыдаймыз бір ретке. Күнде Кореяға барып. Е? Жарайды да. Сонша жерден сен Кореяға барып білесің, мен саған камерам беріп берем, оны көрмейміз ба? Кореяға, Сеулға сапарым, короче, былай басталды. 9 жыл қатарынан әлемнің үздік аэропорт атанған Инчхонға келдік. Инчхон, дұрыс қой, да? Вообще не произносится Инчхон. Инчхон. Инчхон деген сияқты ғой. Адамдар өздері таңдай жаяу жүре ма, әлде мұндай эскалатор сияқты фигнямен жүре ма? Басқа видео жоқ па? Әдемі нәрселер түсірсең болады ғой? Бар әдемі нәрсе, қазір көрсетейін. Сағындар, өте әдемі тәуекел мүслім сиіп тұрған сияқты. Осы ма? Негізі, білесің ба, Сеул өте таза қала. Аэропорты да, көшесі де бәрі таза. Урна аз көшеде, бірақ мусор жоқ. Жұмыс ше? Жұмыс сол жақта жетеді. Сосын айлықтары да жақсы бәрінің. Кәдімгі ресторанның парковкасында істейтін адам, кілтті бересің да, ресторан кіріп бересің, ол машинаның парковка бар. Күніне $100 болады, көреш? Кореяда үйде тамақты көп дайындай бермейді, сондықтан осындай кез келген бұрышта кішкентай кафе, ресторанчиктер өте көп, анақта Корея хаустыр. Короче, үйде ешкім тамақ дайындамайды. Барлығы жұмыста кеш келеді, сосын жұмыстан тамағын ішіп келеді үйіне сразу. Кафелерден бөлек жұмысына тамаққа заказ береді. Мопед, мотоцикл өте көп сол доставканы жасайтын. Сосын мен олардың зиратын таптым. Қанша мотоцикл болғаннан кейін олардың да моласы олады міне. Солардың зираты. Негіз сол Пусанда Орта Азиядан барып жұмыс істейтіндер көп дейді ғой, рас па? Көп, түрі жаман көп. Қазақтар, өзбектер, миллион. Бұндай ғой. Киіміне қарап білесің ғой оларды. Бұндай джинсымен қара туфли кетіп баратады ғой, білесің. 100% қазақ или өзбек. Біздікілер жетеді ол жақта. Көбісі заңсыз жұмыс істеп жатыр. Заңсыз істеп жатқаны қаншама? Иә. Жұмыс бар ма негізі? Қоймайды екенсің жұмыс. Жұмыс көп деймін ол жақта. Пусан негізі өте әдемі қала. Теңіздің жағалауында жұмыс істеуге болады. Біздің қазақтарға Кореяда жұмыс болса болды. Шынымен сұрап отырмын, жұмыс бар ма? Жұмыс жетеді жақта, айлықтары да жақсы. В среднем, енді мен естігенім сол жақтағы адамдардан минимально $3000 болады. Серьезно айтайын саған. Жоқ рас. Мьонгдong деген район. Myeongdong Station. Myeongdong Station. Yes, Myeongdong Station. Таксиде осындай нәрсе бар. Кішкентай ана айна.
артынан шығатын адамдарды машинаға қою үшін қарайды осы айнаға. Қарапайым ғана нәрсе, бірақ күшті деп тапқан. Заңды түрде жұмыс құрылысы қиын ғой. Оның бір әдісі бар. Сол жаққа оқуға түсу. Білім аласың, Кореядан, иә? Сосын жұмыс істейсің. Мынау студенттердің отырып демалатын жері, келетін жерге темекі тартады, мусорларын тастайды, махаббаттар осылай кішкене әңгімелесе тұрады. Ай жерін қарасай. Мынау полы ағаш. Мынау кәдімгі ағаш. Содан қалай әдемі істеп қойған. Барлығы адамдар үшін. Қандай күшті. Былай қарай түсіп, стадион жаққа қарай барады. Мына жерде автомат бар. Су алып ішетін болса. Университеттің стадионы. Есік бәріне ашық. Кіретіндерге. Міне кампустың картасы. Огроменная территория вообще. Сен жаңа жұмыс туралы толық айтпадың ғой? Мына дегенсің, жұмыс істемекші айтпақшы, енді барлығы жақсы жұмыс істейді ғой. Біләнім, ең көркі емес қой. Барлығы жақсы жұмыс істейді, жақсы ақша тапқаннан кейін қылмыс та өте аз да. Осылай ақшаны қойып қойсаң столға, ешкім алмайды. Мынандай нәрселер істеді. Әдемі. Сосын ең қызығы ақшаны былай қоя салады. Ешкім алмайды. Просто тұр сатушылар осында. Hello. Ана жігіт дайындап жатыр. Частығы. Біз Мьонгдонг деген районға келдік. Бұл жақта базар. Міне көркі. Сосын тарихи жерлерін сақтап қалған. Дворцовый комплекс, он был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон. Здесь жила королевская семья. 500 жыл ма, почти 600 жылдық тарих бар, иә? 1394. Мына жерде король шетелден келген қонақтарын қабылдайтын резиденциясын осы жерге салған. Қонақтардың барлығы осында келеді, банкет болады, вино, кино, домино деген әңгіме, короче. Байқасаңдар, жастар дәстүрлі киімдерін киіп келеді да, четко болып суретке түседі. Не қараңдар. Милая болып түседі суретке, короче. Жұмысшы. Жұмыс. Сосын не? Полиция халықтың досы да. Қорқпайды халық полициядан. Қорғайтынын біледі керісінше. Это полицейский участок. Полицейская машина. Кореяда көше тар болса да, жұрттар көшені жаппайды. Ана көріп тұрсыңдар ғой, машина өтетін жол қалдырып кеткен. Подросттарға арналған бір магазин. 11-де ашылған, бірақ до того очередь деген страшно. Сырттан келеді осылай. Hello. Бірін таласу деген жоқ. Не, басқа бір автобустікі. Ну, что за люди, а? Не деген воспитание мало, это не деген тәртіп. Без очереди никто не лезет. Все нормально.
велосипедті қайтайық. Тағы да сен ба? Короче, бір сөзбен айтқанда, Корея нағыз өмір сүретін ел. Барлығы адамдардың қолымен, адамдар үшін жасалған. Түсіндің ба? жоқ енді біз сондай ел болу үшін не істеуіміз керек? Олар пара алған үшін 3 президентін қателеспесем соттаған ел ғой. Коррупцияға. Көріңдер өздерің.